Кеңес одағы тарихтағы ең күшті бомбаны қалай жарды? 61 жыл 30 қазан. Совет билігі солтүстік мұзды мұхитта жатқан Новая Земля аралының үстінде цары бомбасын жарады. 26 тонна бомбаны ұшаққа салып төбеден тастайды. Ауыр бомба 4000 метр биіктікте жарылады. Бомба ұшақтың өзін жарып жібермес үшін оны парашютпен тастайды. Ал ұшақ бомба жарылғанша ұшып кетеді. Жарылыстың жарқылы 1000 шақырымда жатқан Аляскаға, Норвегияға көрінеді. 50-60 километр радиустағы жерлерде бәрі қирайды. 160 километрде жатқан ауылдардағы терезелер сынады. Бомбадан шыққан саңырауқұлақ 65 мың метрге жетеді. Бұл 7 Эвересттің биіктігімен тең. Бомбаның толқыны жер шарын 3 рет айналып шығады. Цардың қуаты 50 мегатонна болады, ал Хиросимаға тасталған атом бомбасының күші 15 килотонна. Бірақ цар бомбасын соғыста пайдалану қиын еді. Оны тастау, жару кеңес әскерінің өзіне қауіпті болды. Сондықтан бомба қайта жасалмады. Жалпы кеңес одағы бұл сынақты қырғи қабақ соғыс кезінде ақш-қа күшін көрсету үшін өткізген.